Қайырлы күн оқушылар. Қазақ тілінің 63-ші сабағында біз диктант жазатын боламыз. Диктантымыз мұз астындағы ұйқы деп аталады. Кәнеки балалар, алдымен қысқаша мәлімет алайық. Мұз астында өмір бар деп ойлайсыздар ма? Мұз дегеніміз не? Ол қалай пайда болады? Мұз су мен қардан тұрады, яғни ауаның температурасы 0 градустан төмен болған кезде қатты аяздан осылайша мұз пайда болады екен. Мұз астында нелер тіршілік етеді екен? Мұз астында балықтар мен судағы басқа тіршілік иелері өмір сүреді екен. Олар қалай өмір сүреді? Оларға не көмектеседі? Балыққа мұз астында өмір сүруге қабыршақтары көмектеседі. Олар оны қорғап тұрады екен. Демек, балалар, мұз астында да өмір тіршілік бар екен. Балалар, енді диктант жазу ережелерін қайталап алайық. Диктантқа қандай талаптар қойылады? Мұқият болу, зейін қоя тыңдау, таза жазу, қатесіз жазу, тыныс белгілерін дұрыс қою, азат жолдан бастап жазу және тасымалданатын сөздерді буынға бөліп дұрыс тасымалдау. Ендеше балалар, диктантты жазбас бұрын дәптерімізді ашып, бүгінгі ай-күнді жазып, бақылау диктантты мұз астындағы ұйқы деп тақырыпты жазып қоямыз. Одан соң азат жолды дайындап қойыңыздар да, мені мұқият тыңдап алыңыздар. Мен диктантты оқып беремін. Қыстың алғашқы аязынан кейін көлдің бетін мұз басты. Су асты күңгірт тартты. Бұрын мұндайды көрмеген жас сазандар абыржып қалды. Кәрі сазан бәрін түсіндіріп жатыр. Аю сияқты сазан тұқымы да қыста тамақ жемейтіндігін айтты. Кәрі сазан көл астында талай қыстаған, көлдің терең жерлерінің бәрін білетін. Оның соңынан басқа сазандар ілесті. Бәрі тереңдегі бір қуысқа жиналды. Ұйқыға жатты. Су астын қараңғылық басты. Балалар, бұл диктантымыз 59 сөзден құралған екен. Кәнеки, енді диктант жазуға дайындаламыз. Алдымен ыңғайланып отырып аламыз. Тыңдаймыз. Мұз астындағы ұйқы. Қыстың алғашқы аязынан кейін көлдің бетін мұз басты. Су асты күңгірт тартты. Бұрын мұндайды көрмеген жас сазандар абыржып қалды. Кәрі сазан түсіндіріп жатыр. Аю сияқты сазан тұқымы да қыста тамақ жемейтіндігін айтты. Кәрі сазан көл астында талай қыстаған. Көлдің терең жерлерінің бәрін білетін. Оның соңынан басқа сазандар ілесті. Бәрі тереңдегі бір қуысқа жиналды. Ұйқыға жатты. Су астын қараңғылық басты.
Балалар, әрине бейне сабақ арқылы диктант жазу кішкене қиынырақ болатын шығар. Дегенмен бұл бейне сабақты, бейне роликті алдына қойып немесе тоқтатып, өзіңізге ыңғайлып, қайта-қайта тыңдап жазуға да болады. Диктантты жазып болған соң, балалар, грамматикалық тапсырмалар орындаймыз. Балалар, диктанттың соңғы жолынан кейін бір жол тастап, алдымен тапсырмалар деп жазып алып, тапсырмаларды көшіріп жазыңыздар. Ал одан соң тапсырманы орындаймыз. Бірінші тапсырманы түсіндіретін болсам, соңғы сөйлемдегі сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат дейді. Су астын қараңғылық басты. Яғни, түбірдің үстінен қалай сызамыз, қосымшаны қалай сызамыз, жұрнақ болса қалай сызамыз, жалғау болса қалай сызамыз. Әрқайсының өз белгісімен сызып көрсете қойыңыздар. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Су, көл, қыз сөздерінен түбірлес сөздер жаса. Мысалы, су деп жазамыз да, одан соң сызықша қойып жіберіп, немесе үтір қойып жіберіп, су, сулық деп түбірлес сөздерді жазамыз. Көл, көлшік деп бірнеше 2-3 сөз жазсаңыз болады. Қыз, қыстық, қыстау деген секілді. Түсінікті ме тапсырма? Балалар, әдемі, таза, мұқият жазасыңыздар деп ойлаймын. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.